Математика сабағын бастаймыз. Бұрыш түрлері, көп бұрыштар. Бүгінгі сабақта бұрыш түрлерін ажыратуды және атауды үйренесіңдер. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттен қандай сызықтарды көріп тұрсыңдар? Оларды қандай топтарға бөлуге болады? Суретте тұйықталған сызық, ирек сызық, сынық сызық, түзу сызық, жарты шеңберді көріп тұрмыз. Бұрыш бұл бір нүктеден шыққан әртүрлі екі сәуледен құралған фигура. А нүктесі бұрыштың төбесі, АВ және АС сәулелері бұрыштың қабырғалары. Үш түрі бар: тік бұрыш, сүйір бұрыш, доғал бұрыш. Бұлар көп бұрыштар. Олар неге бұлай аталады? Себебі әрбір пішінде бірнеше бұрыштардан құралған. Бұл фигуралардың барлығына не ортақ? Дұрыс айтасыңдар. Бұл фигураларда бұрыштары бар және қабырғалары бар екен. Тік бұрыштардың төбесін және көп бұрыштарды тауып көрейік. Бұл тік бұрыш. L нүктесі бұрыштың төбесі. NOR бұрышы доғал бұрыш. Доғал бұрыштың төбесі O нүктесі болады екен. Келесі бұрыштар көп бұрыштар. Балалар, көп бұрыштардың төбесін және тік бұрыштарын өздеріңіз тауып көріңдер. Екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Шаршы пішіндегі қағазды алып, үлгіге қарап, өздеріңіз орындап көріңдер.